музейден тарих дейтін бақтабамыз қазақтың қасқа жолы қатпараңыз. Музейдің радио арнасымен бабалар жүріп өткен сақталар із, дәуірлерді дәріптеп бұл арнада ғасырлар ғаламатын ақтарамыз. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Музей радиосы. Микрофон алдында Әйгерім Сейітбекқызы. Қазақ халқы өз ұрпақтарына ұлттық қасиетін салт дәстүрмен, өнегені әдет-ғұрыппен, үлгіні жөн-жосықпен, әдепті ырым-тыйыммен үйретіп, ұлағатты ұл, инабатты қыз өсірген. Ұлттық тәлім, салт-сана сабағы адамгершілік тәрбиесінің аса сенімді әрі ғажайып жол екенін көрсетті. Бүгінгі хабарда біздің сөз етпегіміз салт дәстүрлердің ішінде ұмыт қалып бара жатқан жарыс қазан дәстүрі. Бүгін бізде қонақта Қызылорда облыстық тарих-өлкетану музейінің экспозициялық көрмелік бөлімінің меңгерушісі, тұрақты қонағымыз Өтебаева Гүлсара Қыдырқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Гүлсара Қыдырқызы, халқын сүйген салтын сүйер демекші, салт дәстүрді толық ұстанатын осы сыр өңірі жарыс қазан дәстүрін қаншалықты ұстанады және өзі қандай дәстүр бұл? Сыр өңірінде сыр өңірі халқына келсек, көбіміз салт дәстүрлеріміз жайында біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Қазіргі кезде оны ұстана да бермейміз. Сол себепті кейбір салт дәстүрлерді есімізге түсіре кетсек деп шештік. Жарыс қазан екіқабат әйелдің қиналмай босану үшін жасалатын ырым. Ол үшін әдейі сақтап қойған сүретті асады. Осы ет піскенше әйел де жарыса тез босанады деген сенім қалыптасқан. Ай күні жеткен жүкті әйел қатты толғатып, толғағы жиілей бастағанда, сол ауылдың бір пысық әйелі ошаққа қазан қойып, жарыс қазан асады да қуырдақ қуыра бастайды. Жарыс қазан асудағы себеп қазанмен бірге толғақ жиілейді екен. Тамақтан бұрын бала туылады деп ырымдаған. Егер әйел босана алмай, одан әрі қиналса, жарыс қазан асып отырған әйел қолына қара пышақты алып, қара қазан бұрын пісе ма, қара қатын бұрын туа ма деп, қолындағы пышақты қазанға үйкеп жанып қайрайды екен. Қазақта оны жарыс қазан деп атайды екен. Жақсы сөз жанды жылытар демекші, қазақ халқы ырым-тыйымға қатты сеніп, ерекше назар аударған. Әсіресе екіқабат әйелмен үйге келген қонаққа жасалатын жағдай тым бөлек. Шаңырақтың иесі атанып ұрпағын жалғастыратын нәрестенің денсаулығына көп алаңдаған. Әрине сәбиді дүниеге әкелетін бұл жерде ана. Әйелдің бойына бала біткен күннен бастап, құрсағындағы бала екеуінің күтіміне өзгеше көңіл бөлінеді. Сәби туылмай тұрып, оған қатысты жөн жоралғыларды орындай бастайды. Мұндайда жүретін салт дәстүріміздің бірі осы жарыс қазан деп аталады. Бұл дәстүр орындалған сәтте ешқандай ірку, мөлшерлеу сезілмей, қазандағы етті қатты қайнатып жатуы қажет екен. Жарыс қазанда асқанда үйдегі қалдық етті аса салмаған кейбір отбасы жарық дүниеге келетін бөбектің игілігі үшін қой немесе басқа да ірі қара мал сойылған екен. Толғақ жиілегенде жарыса әзірленетін еттен жиылған қонақтарға да ас мәзірін беріп отырған. Сөйтіп көптен күткен балақай өмірге келеді. Сонда ең бірінші естіген үлкендерге қуанышты хабарды жеткізуге сүйеніш сұрап келген желаяқтан жылқышы туылды ма, жоқ кестеші туылды ма деп сұраған екен. Жарыс қазан кезіндегі сойылған етті босанған әйелдің күтіміне де жаратқан. 40 күн бойы келіншектің жағдайы жаңадан туған шақалақпен тең келеді екен. Сол үшін оған үнемі ыстық сорпа қайнатып беріледі. Балдырғанның дүниеге келгендегі ең алғашқы тойы шілдехананың дастарханында да сол ет ортақ болуы тиіс. Қазақта бұндай салт дәстүрді жарыс қазан деп атап жүрген.
Ел болам десең бесігіңді түсе деп ұлы қаламгер Мұхтар Әуезов айтқандай, қай ғасырда, қай қоғамда болмасын, ата-ана міндеті саналы да салиқалы ұрпақ тәрбиелеу. Дәстүрлердің ұрпақ тәрбиесінде алатын орны ерекше екен. Тамаша. Енді жарыс қазан дәстүрі, бұл дәстүрдің жалпы тәлімдік мәні қандай, берер тәрбиесі қандай? Жаңада айтып кеттім, бұл жерде беретін тәрбиесі сол жаңағы екі қабат әйелдің босануында жарыс қазан деген сонымен бірге байланыста болатын, бірге байланыста болады. Қиналмай босануына сол жарыс қазанның асылғандығы бұл жерде, сол еттің пісуіне баланың да дүниеге келуі. Бұл жердегі отбасы болып, әулет болып, соны әйелмен күтіп отыруы, баланың дүниеге келуі. Адам ұрпағымен мың жасайды деп, осы ұрпақ тәрбиесінде, ұрпақтың дүниеге келуінде қазақ тіптен әйелдің босануында да үлкен мән берген көрінеді. Жарыс қазан дәстүрі қазіргі таңда сыр өңірінде кездеседі ме? Кездеседі. Осы кезде қайта қолға алып, еске түсіріп, осы салт дәстүрін жасап жатқан отбасы бар деп айталым. Тамаша, көп рахмет Гүлсара Қыдырқызы. Ал енді құрметті тыңдармандар және көрермендер, ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлер туралы хабарды Сыр шаңырағы YouTube каналынан, Қызылорда облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасы мен Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінің әлеуметтік желі парақшаларынан тамашалай аласыздар. Салт дәстүрді ескіліктің сарқыншағы деп емес, керісінше ата бабамыздың көзі деп қарағанымыз жөн болар. Музей радиосымен бірге болыңыздар.